Садиева Зауреш Қалмұханқызы. Бақытты отбасы бағдарламасымен осы үйді алып отырмын. Бағдарламаны біз жаңағы көп балалы ана ретінде біз акиматтан жаңағы қандай көмек керек, қандай жаңағы жеңілдіктер бар, соны білу үшін жаңағы акиматпен байланыста боламыз біз. Біздің осы Байсерке ауылының әкімі Татьяна Утмышевна, сол кісі жиналыс жасап, көп балалы аналарды сол кезде айтқан болатын. Осындай бір жаңағы үй кезегінде тұрыңыздар, осындай жақсы көп балалы аналарға жақсы осындай мүмкіндіктер болады болашақта деп бас жағын солай айтқан болатын. Сосын барып жаңағы енді әр адамның өзінің жаңағы үй кезегінде тұрып, уақытылы үйін алып, өзінің арманы ойы ғой енді. Сол оймен үй кезегіне тұрдық сол уақытта. Жаңағы документ жинап, жилстройға өз ойым жаңағы жилстройға депозит ашып, кішкене қор болсын, болашақта енді бір үйіміз болсын деп депозит ашқан жөнім бар енді жылдың басында былтыр. Сомен осы жазда басталды, мінекей Бақытты отбасы деген бағдарлама басталып жатыр. Сол арқылы көп балалы аналар жаңағы үй ала алады деп, уже сол программа шыққаннан кейін мен де өз бағымды сынап көрейін деп, жаңағы документімізді жинап, не істедік? Документімізді жинап, сол бағдарламаға қатысуға бел будық. Отбасымыз бар, үйде мамамыз бар, сонымен ақылдаса келе, документіміздің бәрі совпадать ететін болды жаңағы условиясына өзінің. Сөйтіп, Бақытты отбасы басталды деген кезде барлық документіміз жөндеп, өзімнің кішігірім жеке кәсіпкермін кішігірім. Өзімнің кішкене жолдасым ашып берген фотосалоны бар. Сол жерде кішкене канцелярские услуги. Сол жеке кәсіпкер ретінде бағымды сынап, документ өткізіп көрдім. Сонымен платежеспособность деген бар, кішкене жаңағы көп балалы отбасы болғаннан кейін не жетіспейді, кішкене доход жетіспейтін кез болды. Сонымен гарант іздеп, жаңағы өзім сіңілім ойда жоқта гарант бола қалды. Сонымен бағымыз ашылып, бірінші Алланың арқасында, одан кейін жаңағы сіздер жаңағы Жилстрой банктың арқасында кішкене осындай мүмкіндік беріп, осындай 2%-пен ипотека бергеніне сөйтіп осы үйді алып отырмыз. Банк кеңесшілері ең бірінші өзіміздің Өтеген Батыр кентінде жаңағы районный Жилстройсбербанк дейді ғой, жаңағы филиалында ең бірінші барғанында консультант болып жұмыс істеген Сания деген қыз, Рүстемова Сания, жылы қабылдап, қорықпаңыз, сізде бәрі дұрыс, сіз міндетті түрде жаңағы үйлі боласыз деп, жаңағы өзінің бір айтқан сөзі бар, сол сөзіме бір жылы көрінді Сания деген қыз. Сол Санияға мың рахметімді айтқым келеді, сол жаңағы кішкене надежда дейді ғой, орысшалап айтқанда, жүрегіме кішкене жылулық, сенімділік берді. Шынымен ала аламын ба, точно бүйтіп жаңағындай әуреленіп қалмайын ба деген, жоқ, аласыз, қорықпаңыз деп айтты. Сонымен сөйтіп сол қыз, анау документіңіз, мына документіңіз деп, сол до конца сопровождать етті сол қыз. Документтеріңіз түзілеңіз, мынауыңызды алып келіңіз, мынауыңыз дұрыс емес деп, сол Сания деген қызға алғысымды айтқым келеді. Байсеркеден де біраз үйді араладық. 10 миллионның көлемінде, конечно, енді бізге 10 миллион ғана беріледі ғой. Бақытты отбасы сельский неге, ауылдық жерлерге 10 миллион ғана беріледі. Мен 10 миллиондық үйлерді іздедік. Балаларым менің көрді да, үйге балаларымыз бәріміз үй араладық. Лестницаны көрді, балаларым лестницаға жабысты да қалды, осы үйді аламыз деп. Мен осы үйді, мінекей, балалар осында сабақ оқиды. Інжу. Балалардың сабақ оқитын жері, енді зал бәріміз бірге, қазір онлайн болғаннан кейін бәріміз үйде бір жерде көз алдымызда сабақ оққаны дұрыс. Сарайлары бар, кішкене не банясын салып, конечно, ол адамның бәрінің ойында, бәрі жақсы болса екен, бәрі әдемі болса екен, балалар бақытты болса екен деп, солардың нәсібесіне біреу болар.
Бәрінің сабағы тығыз болып жатыр. Ал көрсетеміз екінші этаж, жүріңдер. Кіріңіздер, екінші этаж, балалардың бөлмесі енді екінші этажда. Үй таңдаған кезде бәріміз қосақтасып жүріп, 4 баламен, апамыз бар, бәріміз аралаймыз. Сол кезде осы үйді, балаларым осы үй болсыншы, біздің үй осы үй болсыншы деп өздерін таңдап алған үйлері. Енді былтыр ғана алдық қой, былтыр болғаннан кейін кішкене обстановкасын бәрін енді обстановка жасап жатырмыз. Кішірек енді үйлердің бәрі, бірақ әркімнің өзінің бөлмесі бар, балалардың өздерінің төсегі бар. Бассейн жинап тастадық, Иә. Жазда бар. Қай жерде? Ана құм жерде. Бассейн, Сол жерде бассейн болған. Күз келген соң оны жинап тастадық. Осы енді. Иә. Енді мен өзім жаңағы кішкене мектептің мұғалімдерімен бірге жұмыс жасайтын болғаннан кейін көбісі менің историямды білет, бақыт отбасымен үй алып жатырмын деген кезде, мысалы мына бізде 28 мектеп гимназиясы бар, сол мұғалімдердің бәрі менен жаңағы совет сұрап жатыр. Қалай алдыңыз? Мен де қатыссам бола ма? Мен де квартирада жүр, мен де 4 балам бар, мен де ала алсам бола ма деп. Енді болашақта әрине болады, бақыт отбасы деген өте ыңғайлы бағдарлама. Жағдайы келген адамның бәріне советую енді. Советую. Бақыт отбасы бағдарламасы өте жаңағы шығарып, осы бағдарламаның көпбалалы аналарға жаңағы жағдайын түсініп шығарған сіздердің Жилстройсбербанктың ұжымына рахмет.